Саламатсызбы балалар? Саламатсызбы. Отырамыз. Көңілдерің қалай? Жақсы. Жалпы балалар бізде алдыңғы тақырыпта не тақырыпты өтті? Нефронның құрылысы мен қызметі. Нефронның құрылысы мен қызметі. Жалпы бізде бұл бөліп шығару бөлімі. Жалпы бізде балалар бүгінгі үй тапсырмасын сұрақ қою арқылы жауап береміз. Нефрон дегеніміз не ол? Нефрон деген ол бүйректік құрылымдық және түрлердің бірлігі. Құрылымдық бірлігі, қызметтік бірлігі айтады екенбіз. Жарайсың, отыр. Екінші сұрақ бізде бүйрек денешінің қызметі қандай? Бүйрек денешінің негізгі қызметі ол фильтрация, ол қан плазмасын түзеді және алғашқы зәріп түзеді. Жарайсың, отырамыз. Келесі сұрақ бізде алғашқы зәр дегеніміз не ол? Алғашқы зәр сүзу нәтижесінде түзіледі. Алғашқы зәр сүзу нәтижесінде түзіледі екен. Жарайсың, отыр. Бізде келесі сұрақ генің ілімінің қызметі қандай? Су мен тұздың қайта сіңуі. Су мен тұздың қайта сіңуі екенбіз. Енді келесі сұрақ бізде жинағыш түтікшенің қызметі қандай? Соңғы зәрдің түзілуі. Соңғы зәр түзілуі екен. Келесі сұрақ бізде соңғы зәрдің құрамы қандай? Су минералды тұздардың есебінен қышқылы. Жарайсың, отырамыз балалар. Бізде жалпы келесі алдыңғы тақырыпты біз еске түсіріп алдық. Жарайсыңдар. Ал енді бізде бүгінгі тақырыбымызды біз тақтаға қараймыз. Бүйрек қызметіне әсер ететін факторлар. Бүйрек қызметіне әсер ететін факторлар. Бізде оның оқу мақсатына келетін болса, бүйректің жұмысына әсер ететін факторларды сипаттаймыз. Сабақтың мақсаты бүйректің жұмысына кері әсер ететін факторларды білеміз. Тамақтану рационы мен бүйрек қызметінің арасындағы байланысты түсіндіреді екенбіз. Одан кейін бүйрек қызметі мен дәрілік препараттардың арасындағы байланысын сипаттайды екенбіз. Жалпы мына жерде қарасаңдар бізде бұл құндылықтарын көруге болады. Мына жерде құндылықтары тұр. Жалпы балалар бізде бүгінгі тақырыпта бүйрек қызметі әсер ететін факторларды біз G, яғни бөліммен қарайды екенбіз. Bүйрек жұмысына әсер ететін факторлар. Bүйрек адам ағзасындағы зәр түзу және қан құрамын тұрақты ұстап тұратын негізгі мүше. Оның басты қызметі сүзу, фильтрация, қайта сіңіру, реабсорбция және секреция процестері арқылы артық суды, тұзды және зиянды заттарды ағзадан шығару. Бүйрек жұмысының тиімділігіне физиологиялық, физикалық және химиялық факторлар әсер етеді. Қан қысымы. Бүйрек жұмысының негізгі қозғаушы күші артериялық қан қысымы. Егер қан қысымы төмендесе, нефрон шумағындағы сүзу, фильтрация баяулайды. Нәтижесінде зәр аз түзіледі. Ал қан қысымы жоғарылағанда сүзу жылдамдайды, зәр мөлшері көбейеді. Қорытынды. Қан қысымы бүйректегі сүзу жылдамдығын анықтайтын негізгі фактор. Су мөлшері ағзадағы ылғал балансы. Егер адам аз су ішсе, ағза суды үнемдеп концентрацияланған қою зәр шығарады. Ал көп су ішсе, бүйрек арқылы артық су шығарылады, зәр сұйық және мөлшері көп болады. Қорытынды. Су мөлшері зәрдің көлемі мен концентрациясына әсер етеді. Тұз және тағам құрамы. Тұзды тағамды шамадан тыс пайдалану бүйрекке қосымша жүктеме түсіреді. Себебі бүйрек артық натрий мен хлорды шығару үшін көбірек жұмыс істейді.
Ақуызға бай тағамдарда ет, жұмыртқа, көп азот қалдықтары түзіледі. Олар зәр құрамында несетінен мочевина түрінде шығарылады. Қорытынды тағам құрамындағы тұз және ақуыз мөлшері бүйрек қызметін тікелей өзгертеді. Гормондар. Антидиуретикалық гормон гипоталамус пен гипофиз бөліп шығарады. Ол бүйректің қайта сіңіру қабілетін арттырып, зәрдің мөлшерін азайтады. Альдостерон бүйрек үсті безінен бөлінеді. Ол натрийдің қайта сіңірілуін күшейтіп, суды ағзада ұстап тұрады. Қорытынды гормондар бүйрек арқылы су пен тұз тепе-теңдігін реттейді. Температура және физикалық белсенділік. Жоғары температурада немесе жаттығу кезінде ағзадан тері арқылы су көп жоғалады. Сондықтан зәр аз түзіледі. Суықта керісінше тері аз бөлінеді, сондықтан зәр мөлшері көбейеді. Отты заттар мен дәрі-дәрмектер. Кейбір дәрілер алкоголь, никотин және ауыр металдар сынап қорғасын. Нефрон жасушаларына зиян келтіріп, сүзу процесін бұзады. Бұл жағдайда бүйректің сүзу қабілеті төмендейді. Зәр құрамында ақуыз немесе қан пайда болуы мүмкін. Бүйрек жұмысына әсер ететін негізгі факторлар: қан қысымы, су мөлшері, тұз және тағам құрамы, гормондар, температура және отты заттар. Олар бүйректің сүзу, қайта сіңіру және секреция процестерінің жылдамдығына тікелей ықпал етеді. Балалар түсінікті ма? Иә. Жалпы бізде бүйректің қызметі не екен? Зәр шығарушы. Зәрді Сүзіп шығарады. сүзу, зәрді сүзу, яғни қанды не істейді? Қанды тазартып отырады екен. Бізде ағзада қанша литр қан бар? 5 литр қан бар. 5 литр қанды бізде осы бүйрек әр 5 минут сайын бізде тазартып отырады екен. Тазартып қайта біздің ағзамызға жіберіп отырады. Жалпы балалар түсінікті ма? Тақырып түсінікті болса, өзімді тапсырма орын. Балалар, біз осы бүгінгі тақырып бойынша тапсырма орындайық. Мына жерде шындық және жалған тапсырмасы бар. Осыған жауап бере кетейік. Шындық және жалған тәсілін айтамыз. Бірінші сұрақты кім оқиды? Оқи ғой, тұрағы бірсана. Тамақтану рационы бүйрекке бүкіл ағзаның жұмысына әсер етеді. Бұл шындық. Шындық, жарайсың. Келесі тапсырманы кім оқиды? Ең бірінші сұрақты тұтынатын тұз мен су мен тұзды арасына мән беру керек. Шындық. Шындық, жарайсың. Келесі сұрақты кім оқиды? Дәрінің үйіне 3 грамм тұз пайдалану керек, ол шындық. Жарайсың. Келесі сұрақты кім оқиды? Табанның сыз өту бел жамбас бөлігіне суық тигізу өте қауіпті, бұл шындық. Өте шындық бізде, себебі бізде бүйрекке бізде су әсер ете ма? Табаннан өткен су бізде бүйрекке өте қатты әсер етеді. Сол себепті не істейді? Жылы су жұмыс кетеді суықтан. Келесі сұрақ кім оқиды? Дәрілік препараттардың бүйрек қызметіне еш зияны жоқ, бұл жалған. Жалған, себебі бізде дәрі отырады. Себебі бізде дәрі барлық бізде ағзаға өте зияны көп мөлшерде пайдаланылған жағдайда бізде бүйрекке кері әсер еткен. Келесі сұрақ кім оқиды? Бүйрекке қандай зиянды заттарды тазаруға жауап береді, ол жалған. Бүйректе қанды зиян заттарды тазартуға жауап береді, бұл шындық. Шындық. Жауап береді. Тіс жегізі, іріңді, баспа сияқты созылмалы, жұқпалы аурулар бүкіл ағзаны улайды, бұл жалған. Жалған, жарайсыңдар.
Так бізде шындық және жалған тәсілін орындадық. Келесі тапсырма бізде. Так, қараймыз. Бүйрек қызметі неліктен бұзылады? Себебін жазамыз. Кандидаттерге орындаймыз. Бүйрек қызметі неліктен бұзылады? Себебін жазамыз. Бүйрек қызметі неліктен бұзылады? Себебін жазамыз. Бүйрек қызметі неліктен бұзылады? Жаңа көргендей, бізде бүйрек қызметі неліктен бұзылады? Себебін жазамыз. Неліктен бұзылады бізге бүйрек қызметі? Жалпы бүйрек қызметіне жаңа айтып өткендей қандай заттар әсер етеді? Дәрілік препараттар әсер етеді. Тағы суық тию әсер етеді. Тамақ рационы дұрыстауымыз керек. Тамақ рационды да қашанда ма бізде? Тамақпен себебін не қабылдаймыз? Тамақ ішкен кезде не қабылдаймыз біз? Тұзды тағамдарды көп қабылдаймыз. Тұз тағамда бүйрек әсер ете ма? Әсер етеді екен. Тұзды және сулы тағамдар, біз тағам қабылдаған кезде тұзды және суды бірге қабылдаймыз. Ekmek bakteriyanın жылдамдатамыз. Olay değil mi? Бүйрек қызметі дұрыс тамақтану, дәрілік препараттарды қолдану және аяққа суық тию сияқты себептерден бұзылады. Жарайсың. Келесі кім? Бүйрек қызметінің неліктен бұзылады себебін жаз. Дәрілік препараттардан, тамақ рационынан, сулы зиянды сулардан, зиянды тамақтардан бұзылады. Табанға суық өткенде және ол бүйрекке тікелей әсер етеді. Келесі кім оқиды? Бүйрек қызметі дәрілік препараттардан, тұзды және сулы тағамдарды қабылдауынан бұзылады. Жарайсың. Келесі кім оқиды? Бүйректің қызметі неліктен бұзылады себебі ол зиянды тамақтардың зиянды сусына және зиянды дәрілерді бұзылады. Бізде жаңағы айтатырбыз, зиянды дәрі, зиянды тағамды, оның ішінде қандай тағамдарды зиянды дәрі, зиянды тұзды майлы, майлы тағамдар, ішіп жатқан бізді газировкаларымыз, кола деген заттар бүйрекке әсер етеді. Сосын енді жаңағы алкоголь, ашуға әсер ете ма? Темекі шегу, оның барлығы біздің ағзамызға кері әсер еткен және улайды екен біздің ағзамызды.
бүйрек қызметтің негізін болса себебі ол суықтан, ол андай суықтан, сияқты соларда зиян тамақтардан бұзылады, олар кока-колаларда бұзылады, суға. Ал балалар бізден сұраққа жауап бере кетейік. Кім оқиды? Мен ойламаймын. Аха, оқиды. Тұзды және ащы тамақ бүйрек қызметіне кері әсер етеді. Бүйрекке тас байлану уролитез жиі кездесетін несептес ауруының бірі. Бүйректе тас байлану ненің әсерінен пайда болады? Бүйректе тас байлану ненің әсерінен пайда болады дейді. Мен жүрек. Аха, Салқын түйудің әсерінен. тағы да. Рабой сол салқын түйудің әсерінен ол бүйрекке кері әсер етеді, сосын аурулар пайда болады. Тас байлану дейді. Бүйректе тас байлану ненің әсерінен пайда болады? Және дәрілік препараттарды көп пайдаланудан. Аха, тағы да. Тұзды тағамды көп тұтынудан әсер. Тұзды тағамды көп тұтынудың әсерінен пайда болады жалпы бізде. Себебі неде? Себебі тұзды тағамдар не істейді бізде? Ағзадан жалпы бізде зәр арқылы сыртқа шығарылып отырады. Жалпы біздегі ішкен жеген сусынымыз, тұзды тағамдарымыздан келген қыздарымыз. Бірақ ол кезде бізде жаңағы бүйректен шығара алмай қалатын не болады? Тұздар болады. Бүйрек шығара алмай қалатын тұздар болады. Соны бізде бүйрек не істейді? Ол ұзара келе тасқа айналады. Жалпы бізде бүйрегіміз ауыра бастайды. Ол не істейді? Біз емделмеген жағдайда, егер дәрігерге қаралмаған жағдайда, ол тас не істейді? Үлкейе береді. Тас көлемін өзіне қарай тұзды өзіне жинай береді, өзіне сіңіре береді. Сөйтеді тастың көлемі үлкейеді. Бұл тұздың әсерінен пайда болады. Жалпы бізде құмның дейміз, су бізде таза ма? Суды таза деп іше аламыз, бірақ судың құрамында не болады? Құм болады, жалпы құм болады. Сол құм арқылы бізде бүйрекке тас жинала береді екен. Жалпы бұл соның әсерінен болады екен. Жалпы түсінікті ма? Иә. Енді балалар бізде бүгін келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма қараңдаршы. Менедір мотивациялық сөз тәсілін орындаймыз. Шаттық шеңбер тұрамыз, шаттық шеңбер құрайықшы орнымыздан тұрып. Орнымыздан тұрамыз. Енді ортаға жиналамыз, ортаға жиналайық. Ортаға жиналамыз. Не істейміз бір-бірімізге? Бір-біріміздің қолымызды ұстаймыз. Енді бір-бірімізге осы бүгінгі тақырыпқа байланысты жылы лебізімізді білдірейік. Жалпы бізде бүйрек бізде не істейді? Ең бізде маңызды бөліп шығарудың ағзамыздың бірі. Енді бір-біріне жылы тілектеріне білдіре қойыңдар. Кәне? Гүлсана баста. Кімге басқа Азизаға айтасың ба? Жылы үлкен жүр, зиян тамақтарды жемей. Тамақтарды аулақ боламыз, Сақтанып жүр, ешкі ауырма, өте Көп зиян тамақты ішсе жылы күймейді. Жолы киініп жүр, аяғынан сыз өтпесін. Тұзды тағамдарды көп пайдаланба. Дәрілік препараттарды қолданбаймыз. Тұзды тағамдарды көп қабылдамаймыз. Жарайсыңдар балалар, отырамыз. Орындарына жайғасыңдар. Келесі тапсырманы қараңдаршы балалар. Бүйрек қызметіне әсер ететін факторлар, тамақтану рационы. Жалпы бізді бұл кеза тапсырмасы, мәтінді қараңыз оқимыз. Мәтінді оқыңдаршы бірінші сұрақты. Мәтінді оқыңдар. Тамақтану рационы бүйрекке бүкіл ағзаның жұмысына тікелей әсер етеді. Бірінші кезекте ағза тұтынатын су мен тұз арақатынасына мән беру керек. Тұздың тұрақты құрамын сақтауды бірінші кезекте бүйректе жүзеге асырады. Тұзды және ащы тамақ бүйрек қызметіне кері әсерін тигізеді.
Бүйрекке тас байлану уролитез жиі кездесетін несептас ауруының бірі болып табылады. Бүйрекке тас байлану адам организмінде минералды тұздар мен су алмасуының және ішкі секреция бездерінің қалқанша без, гипофиз, бүйрек үсті безі қызметінің бұзылуы, бүйрек түтікшелерінің қабынуы, бүйрек пен қуық арасындағы түтіктің тарылуы салдарынан болады.